Қазақ даласында жібін үзбей жеткен ұлы өнердің бірі күй. Ол заманға бағынбайды, уақытпен өлшенбейді. Күй адам жанының шындығы, көңілдің тербелісі. Осы киелі өнерді жырға айналдырған ақын Ілияс Жансүгіров. Ақынның Күйші поэмасында хан ортасында келген қара күйші мен қарашаш ханша тағдыры тоғысады. Қос ішектен төгілген күй бірде кең далын көз алдына келсе, бірде адам жанындағы жасырын сырды оятады. Бірақ хан ортасында өнер еркін емес. Мұнда күй де, күйші де сынға түседі. Поэмада тәтті күй мен ащы күй, сезім мен үрей, еркіндік пен тәуелдік қатар өріледі. Күйшінің басына өткен бұл күй бір адамның емес тұтас дәуірдің халі. Күй өнері адамды қайда бастайды? Еркіндікке ме, әлде тағдыр тұзағына ма?